Сосын мен айттым, апаға жазылсаңыз кететін күнде домбырамен ән айтып шығарып саламын дедім. Доктор айтты ғой, бұл кісіге ән айтсаң жазылып кетеді деп қояды. Доктор қалай біліп қойды соны? Мен айтам да, бір томпақ немересі бар, соған Жанболат, мынау жазира деп қояды. Апа ма? Құдай. Ем болсын. Сіздердің балаларыңыз, сіздер аналарыңызға көрсеткендей мейірімділік көрсетсін. Жаны ашып кетеді ғой анасына. Сау болыңыздар, ертең кездескенше. Сонымен, құрметті оқырмандар, жұмысым түске дейін менің. Негізі 2-де 1:30-да қайтып кетуім керек, бүгін 2:30 болды. Алматы қаласында бізге келсеңіздер, мына жазуды көресіздер. Мына жазуды көресіздер, мына номерге хабарласыңыздар. Ой, дала қатты суық емес екен уже. Таңертең суық болған. Алматы осылай болып тұр. Әр мезгілдің де әдемілігі бар. Назира деген сестренкаңыз бар ма дейді. Назира деген сестренкам бар. Қазір айтам. Назира деген сестренкам Америкада 7 жылдай тұрып келіп, қазір Қазақстанға көшіп келді. Қазақстанда Петропавл қаласындағы Америка университетінде жұмыс істейді. Петропавлға барғанна 1 ай енді болады. Әлі 1 ай болған жоқ. Сол Назира деген сіңілімді бұрын өзім жетелеп апарып Түркістандағы Қазақ-Түрік университетіне оқуға түсірген болатымын. Өзім оқыған жерге. Тәуіржан сол квартирасында тұрып жатыр. Бұрында да біраз квартирада тұрады, сосын біраз уақыт өткесін қайтадан үйге келеді. Біраз квартирада тұрады, біраз қайтадан үйге келеді. Сөйтіп жүр ғой енді. Енді келсе, келіншегімен бірге келсін дедім ғой. Келіншегімен бірге келсін дедім. Тәуіржан не дейсіз? Тәуіржан шықты ма дейді. Тәуіржан үйінде жатқан шығар, шыққан жоқ әлі. Жақсы мұғалім дейді. Назираның шәкірттері отырған сияқты. Жүрекшелеріңізге рахмет, басып жатқан лайктарыңызға Аллах разы болсын. Сол қарбалас сентябрь айы өзі сондай ғой, жаңадан бір жаңалық, сен күтпеген жаңалықтар болатын, қарбалас болып. Осы сентябрь жақындағаннан бастап түрлі оқиғалар болып жатыр, е. Соның бәрін енді қалыпқа түссек деп ойлаймыз. Ұқсайсыздар қатты дейді. Рахмет. Тәуіржан бір проблема болды деп эфирға. Тәуіржан бір проблема болды деп мені адамдар шошытты ғой. Сөйтсек, қорыққанға қос көрінеді дейді ғой. Проблема қай қазақтың басында жоқ, бәрінде бар ғой. Бірақ проблема деп қарамай, оны сабақ деп қарап, өмірдің бір сабағы деп қарап, жанымызды ауыртпасақ, Құдай оңай өткізеді ғой. Оңай өткізеді екен. Құдай бізге сынақ бермесін. Сабақты да байқап берсін деп тапсырмай беріп қойсаң, е.
Жуля деген біреу бүйтіп жазып қойыпты. Ой, мынау Тәуіржанның шешесі ма дейді. Иә, шешесімін. Сен кімсің? Құдайға шүкір, өмірде жаман бала болса да, жақсы бала болса да, баламның болғанына да шүкірлік айтам. Өмірде ұрпақсыз өтіп жатқандар да қаншама ғой. Сондықтан жарық дүниеде не көрсем де, не жарық дүниені қандай адамдар көрсем де, қандай сабақтарын көрсем де, бәріне тәуба. Бұл жарық дүниеге қара түнектен әрбір адам келе бермейді. Жарық дүниеге келгеніміз үшін бақытты екенбіз ғой. Жарық дүниенің қаншама кереметтері бар. Ең бастысы сол ата-бабам бізге тастап кеткен жеріміз, еліміз. Ата-бабам қанша қанын төгіп қорғаған еліміз, жеріміз. Ешкімге жем болмай, қазақтың жауы қазақ болмай, қазақтар бір-бірін етін жемей, бетін жемей, тату бір-бірін қолдап, жан-жақтан біздің Қазақстанға жасалып жатқан тонаулар тоқтап, қазағым алға қарай жылжыса екен деп армандаймын. Біреу құлап атса, біреу күлетін сондай болып кетті ғой. Енді сондай заман болып, қазір соңғы уақытта да пайдаланып қалып, адамның интернет арқылы біреу құлап атса, соның атын шығарып, адам жинап, подписчик жинап қалу модаға айналып, бәрінің маскасы шешіліп, көпсінің маскалары шешілген ай болды ғой, өткен айларда ше. Енді ондай болмасын. Қазақты қолдасын. Алла сізге адалынан кезіктірсін келінді дейді. Рахмет. Назира тәте кеше өзін таныстырған кезде айтты, сіздерді мақтап дейді. Рахмет Назираға. Қай жерде айтып жүр ол? Ассаламалейкум әже, қалайсыз? Қырғызстан қонаққа шақырсам қалай дейсіз дейді. Келемін, қонаққа шақырсаңыздар.